аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы және Алматы облысы аналары, шебер аналары, кілем тоқудың мамандары, қазақи нақышта біздің киелі кимешегімізді, қазақи қашекей камзолдарымызды, сәукелелерімізді елге паш етіп жүрген бір топ қолөнерші аналарымыздың бүгін басын қосып сұхбат жүргізіп жатырмыз. Және де арамызда Батагой аналарымыз, Алматы қаласы, Алматы облысы бойынша Іле ауданынан келген аналарымыз, Батагой аналарымыз, ақын жазушы апаларымыз бар, композитор апаларымыз, бәріміз бас қосып, бүгін міне Алматы облысы Іле ауданы және Алматы қаласы Медеу ауданының төрайымы Айсара апай, жақында ғана ашылған Айсара апайымыз қасында өзінің бас кеңесшісі Дәрбір апайымызбен келіп отыр. Және де менің жанымда Іле ауданы Өтеген Батыр кентінің төрайымы Күләнипа ханым, біздің ансамбльдің мүшесі, әнші, талантты ханымдарымыздың бірі. Бүгін енді келіп барлық аналар өзінің қолөнерлерін көрсетіп жатыр. Өте ризамыз. Аналарымызға Алла тағала күш-қуат берсін. Қазағымыздың төл өнерін дамытып, осындай келешек ұрпаққа жаңағы өзінің айтары бар, қалдырар өнеге үлгісі бар осындай аналарымыз жаңағы біздің қоғамымызда өте көп. Бірақ солардың ішінен азғантай ғана жаңағы аналарды іріктеп бүгін шақырып отырған жайымыз бар. Біздің Алматы қаласы, Алматы облысында басшымыз Ләйлә ханым қазір іс-сапармен Астана қаласында болғандықтан ол кісі қатыса алмады, сәлем айтып жатыр. Сол Айнұр Жүгінісова сіңіліміз бастаған осы қоғамдық бірлестік, қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігі екі жыл жаңағы уақыт аралығында көптеген Қазақстанның түкпір-түкпіріне осындай жаңағы қоғамдық бірлестіктер ашылып, қанатын кеңге жайып жатыр. Қазіргі кезде 20 мыңнан астам аналар осы қоғамға мүше болып жатыр. Соның ішінде 5 мыңға тарта ана Алматы қаласы, Алматы облысы жаңа бөлімшелерінің мүшелері. Біздің Іле ауданында да 6 аудан ашылды. 6 ауданның аналары осындай салтымызды, дәстүрімізді насихаттап, осындай келешек ұрпағымызға паш етіп жүрген жайымыз бар. Болды. Рахмет.